Сәлеметсіздер ме? Осындай мамандықтар номинациясы экономист мамандығы. Мен Медеубай Құрманова атындағы номер 2 орта мектептің 9-шы Б сынып оқушысы Дәулет Құдайданамын. Сынып жетекшім Әйгерім Сегізбаева. Бүгінгі менің жобамдағы тақырып экономист мамандығы. Жалпы осы мамандықты таңдаған себебім, өйткені қазіргі таңда Қазақстанның еңбек нарығы мен экономикасын көтеру үшін экономисттің қосар үлесі зор. Сондықтан да бүгін мен жас талапкерге осы мамандықтың шығу тарихын, міндеттерін, қай жерде жұмыс істейтінін, сондай-ақ артықшылықтары мен кемшіліктерін баяндайтын боламын. Жалпы экономист дегеніміз не? Экономист – бұл компанияның экономикалық қызметінің нәтижесі үшін жауап беретін маман. Экономист мамандығы қызмет сипаты бойынша қаржыгер, есепші, маркетолог, менеджер мамандықтарына ұқсас. Қаржылық ағындарды жоспарлау, есептеу және бақылау, ұйымның қаржылық қызметінің нәтижелерін талдау, табыстылықты анықтау қажет болатын барлық құрылымдарға экономисттер қажет. Мамандықтың шығу тарихы. Қазіргі әлемдегі экономист мамандығы халықаралық сауданың, нарықтық қатынастардың дамуына байланысты танымал бола бастады. Бірақ бұған қарамастан оның тарихы өте терең. Экономист ұғымы ежелгі Грецияда бастау алады. Бұл үй шаруашылығымен айналысқан адамға сипаттама берді. Ол үй шаруашылығына талдау жүргізді. Бірінші экономист Аристотель. Ол тауар құнының пайдалылығы мен тауар айырбастау теориясын жасады. Осылайша экономист мамандығы қалыптаса бастады. Экономисттің міндеттері. Экономисттің міндеті компанияның барлық құрылымдық бағыттары бойынша статистикалық мәліметтерге сүйене отырып, материалдық, қаржылық және еңбек ресурстарын оңтайлы пайдалану есебінен ең жоғарғы нәтижеге жету, ұйымның еңбек қызметінің тиімділігі мен оның табыстылығын арттыруға бағытталған экономикалық қызметті жүзеге асыру. Сондай-ақ экономист өндірістік еңбек қызметінің тиімділігін анықтауға, өнімді сатуға және өндіруге қажетті қаржылық, материалдық және еңбек шығындарын есептеуге, мерзімді есептілік жүргізуге, экономикалық сипаттағы ақпараттар базасын әзірлеу, жүргізу және жаңарту деректерді өңдеу кезінде болған мәліметтер базасына өзгерістер енгізуге. Сондай-ақ компанияның барлық экономикалық және қаржылық қызметінің нәтижелері бойынша көрсеткіштердің есебін жүргізуге міндетті. Экономисттер қай жерде жұмыс істейді? Экономисттер кез келген салада, кез келген фирмада қажет. Іс жүзінде экономисттер қайда жұмыс істейді деген сұраққа барлық жерде деп сенімді жауап беруге болады. Экономист экономикалық ақпараттарды жинау, тексеру және жан-жақты талдаумен айналысады. Ол қаржылық шығындарды, еңбек шығындарын, ресурстарға шығындарды жоспарлайды және оңтайландырады. Жалпы экономикалық қызметтің барлық аспектілері оның бақылауында және оның назарында. Экономист кәсіпорынның қаржылық шаруашылық қызметін бақылауға, бюджетінің атқарылуын бақылауға құзыретті. Экономист мамандығының артықшылықтары мен кемшіліктері. Экономист мамандығы әмбебап, сондықтан экономикалық білім алу бұл басқа білімі бар маман үшінде құзыреттіліктің артуына ықпал етеді. Экономика салалары әртүрлі бағыттарды қамтиды. Қаржылық басқару, бухгалтерлік есеп, талдау, маркетинг және басқалары. Кәсіпорын құрылымын жетілдіру, персоналды оңтайландыру, жүктелген міндеттерді орындау үшін күштерді шоғырландыру. Экономист мамандығының маңызды артықшылығы жоғары жалақы. Мысалы, тәжірибесі бар экономистердің жалақысы 50 000 рубльден асады. Экономист мамандығының кемшіліктері де бар. Олардың бірі, экономист мамандығы бойынша тәжірибесі жоқ маманға салыстырмалы түрде төмен жалақыға бірнеше жылға дейін жұмыс істеуге тура келеді. Сонымен қатар, мансап сатысының бастапқы сатысында қарапайым экономисттер үлкен бәсекелестік болады. Сондықтан олар әдетте шағын компанияларды тәжірибе жинауға мәжбүр болады. Сол себепті экономист мамандығын таңдауда оң және теріс жақтарын, олардың бір-бірімен байланысын ескеру қажет. Болашақ экономистке. Мамандық бойынша пәндер: кәсіпорын экономикасы, табиғатты пайдалану экономикасы, кәсіпкерлік, өндірістік сала экономикасы, өндірісті ұйымдастыру, халықаралық экономика, деректерді талдау және экономиканы модельдеу. Экономикалық білімді қайдан алуға болады? Мұны істеу үшін сіз өзіңіздің немесе көрші қалаларыңыздағы университеттерді таба аласыз. Заманауи білім берудің артықшылығы оны сырттай алу мүмкіндігі. Бұл дегеніміз, сіз осы лауазымда қатар жұмыс істей аласыз, бірақ аз ақшаға жұмыс жасай аласыз. Бірақ сіз осы мамандық туралы толығырақ білмені және осы саладағы тәжірибені аласыз. Болашақ экономистке тән қасиеттерді есте сақтаған жөн. Стресске төзімділік, көпшілдік, зейін мен есте сақтау қабілеті, көптеген монотонды жұмыстарды орындау мүмкіндігі, туындаған қақтығыстарды тегістеу мүмкіндігі, адамдарға сенуге мәжбүр ететін ұқыпты көріністік, шет тілін білу. Бұның бәрі экономистқа тән қасиеттер.
Жалпы бүгінгі жобада экономист туралы айттым. Сіздерге бәрі түсінікті деген ойдамын. Назарларыңызға рахмет.